Биылғы жылдың маусым айынан бастап Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің ақпараттық құқықтық жүйесінде цифрлық көмекші чат-бот іске қосылды. Бұл жүйе жасанды интеллект арқылы жүзеге асады. Енді кез келген азамат құқықтық сұраққа онлайн режимде жауап алуға мүмкіндігі бар. Бұл туралы баспасөз брифингінде Жамбыл облысы Әділет департаментінің басшысы айтты. Әділет ақпараттық құқықтық жүйесінде енгізілген чат-бот қойылған сұрақтар бойынша заңнамалық актілердің нормаларына сілтеме береді. Бұл қосымша интернетке қосылған кез келген ұялы телефон немесе компьютер құрылғысы арқылы қолжетімді. Өзгерістердің бірі цифрлық көмекші чат-бот деп айтылады. Бұл қазіргі ChatGPT де көбі адамдар біледі. Ал чат-боттың цифрлық көмектің бір мәселесі ол әділет заңға кірген кезде сол жерде чат-бот робот тұрады. Роботқа сол жерге сұрақтарын азаматтар қойып, сол жерге қандай өзіне керекті мәліметтері бойынша заңға сілтеме алып, сол жерге тегін құқықтық көмек алуға болады. Ол бір азаматтарға көрсетілген жеңіл мәселенің бірі. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған жұмыстар мұнымен шектелмейді. Заң көмегі ақпараттық жүйесінде де тұрғындар заң көмегін онлайн түрде алуға болады. Бұл кез келген Android жүйесінде iOS қосымшасы арқылы қолжетімді. Зияткерлік меншік бойынша айтып кетсем, зияткерлік меншік ол зияткерлік бойынша 7 айдың ішінде 6 шағым түсіп, тексеріс жүргізіп, 4 әкімшілік сотқа тоғытылып, 122 жуық затта тәркіленіп, Қазақстанда жұмыс жүргізілуде. Ол бойынша айыппұлдар салынып, 516 мың теңге айыппұл салынып жұмыс жүргізілуде. Бұдан бөлек биыл Әділет департаменті аймақтағы 114 адвокаттармен халыққа тегін заң көмегін көрсету туралы келісім жасаған. Нәтижесінде 9738 азамат осы қызметті тиімді қолданған екен. Гүлзат Сейдуллақызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.